Жемістер, көкөністер әрине адам ағзасына пайдалы азықтар. Ал біз әдетте оларды тұтынарда жай ғана ағынды сумен шаямыз. Ол тек шаң, тозаң мен топырақты ғана жояды. Паразиттер ішінде ғой. Мен жайдан жай шыға қоймайым. Іштеріңе түсем әлі. Осылай асқазаныңыздың аяқ астынан астан кесегін шығаратын не нәрсе екенін білесіздер ме? Жоқ, мен емес. Ол бактериялар, вирустар мен паразиттер. Сондықтан мәзіріңіздегі барлық азық-түлікті мұқият жуыңыз. Ал мен бүгін жүйедегі паразиттерден қалай толық құтылуға болатынын көрсетемін. Бізге ол үшін бар болғаны қажетті су мен ас тұзы ғана. Ыдысымызға алдымен су құяйық. Ал енді ас тұзын саламыз. Ал енді шиені суға салайық. Барлығын емес, бір 5-6 тауын салып көрейін. Ал енді процесті бақылайық. О, бірден бір ақ бірдеңені шығып жатыр. Тұзды суға салғанымызға бар болған 2 ақ минут болды. Ақ бірдеңелер шығып жатыр. Мен оны қазір судан шығарып көргім келіп тұр. Шыдамай тұрмын. Содан кейін мына ыдыстың жан-жағының барлығы кір болып кеткен сияқты. Айдос, енді шешесің бе? Негізі бұл процесс 2 сағатқа жалғасу керек. Ал біз айналдырған 10 минуттың ішінде көп нәрсе байқадық. Сондықтан жуылмаған жеміс-жидекті жемеңіз. Ал мен мүлдем шиеден бас тартатын сияқтымын осыдан кейін.